biz үшін аз. Сәлем такси лайбраридің көрермендері, даламыз жасыл желек жамылып, көптен күткен демалыс уақытымыз жақындап, көңілімізді көлдей шалқытқан тағы бір мезгіл басталды. Жылдың әр мезгілінде қаламыздың тұрғындары жиі демалыс уақытын өткізетін орындармен таныстыратын біздің такси лайбрари бұл жолы Самал саябағында. Ойын алаңындағы балалар, спортпен айналысқан жастар, ала допты алқымдаған спортшылар, бір сөзбен айтқанда шаһарымыздың демалыс пен спортты жаны сүйетін тұрғындары дерлік осы саябақта. Қымбатты оқырман, дәл қазір телефоныңызға телміріп, көптен күткен демалысыңызды қайда өткізеріңізді білмей отырған болсаңыз, Самал саябағына келіңіз. Мұнда суға түсіп, қалаған тамағыңызды табиғатта тамсана жеп, спорттың түр-түрімен айналысыңыз. Ендеше біздің такси лайбрари Фариза Оңғарсынова апамыздың жаз өлеңімен сіздерге Самал саябағын таныстыратын болады. Санаулы күндік демалысыңызды сапалы өткізгіңіз келсе, өзге елден емес, өз қаламыздан бастаңыз. Гүл бөлеп, қош иіске атырабын, ағаштар жайып салды жапырағын. Самал жел сыбырласа, сыр ұрласа, өзенде мың бұралып жатырағын. Төсінен терсек тағы қызғалдақты, басында заңғар таудың ызғарғапты. Шыдамай жаздың жастық жалынына ойнақтап, ерке бұлақ құздандақты. Сұлулар суға барған сайға бұғып, қарайды көлдің бетін айна қылып. Шіркін жаз жомарт сыңау базарлыққа, бересің жан біткенге жайдарлылық.